Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулина сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Сумма амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бәрімізге белгілі болғандай, қазіргі таңда мұсылмандардың арасы бірін-біріне деген мейірімділік, бірін-біріне деген кішіпейілдік, кешірімділік өте азайып баратыр. Осы мұсылмандардың хал ахуатын, жағдайын бір мысалмен түсіндіріп берсек. Кезінде бір Ахмад деген бір мұсылман жігіт болыпты. Ол Ахмад құдық қазып, құдықтың маңдайына бір тасқа бұл судан мұсылмандарға ішу харам болады деп жазып қойыпты. Сөйтіп, барлық адам ішеді, тек мұсылмандар ішпейді екен. Сол арада даудамай туып, біраз келіспеушіліктер болып, Ахмадтың ісі қазыға көтеріліпті. Қазы Ахмадты шақырып, сен неге бұлай істедің? Сонда барлық дін өкілдері ішеді, тек мұсылмандар ішпейді. Бұл қай әділетті, қай шариғаттың дұрыстығынан деп сұрақ қояды. Ахмад айтады, бұның жауабы мен айтамын дейді. Бірақ бұның жауабы дәлелді талап етеді дейді. Әлгі қазы ашуланып, сені ату керек, сені зынданға тастау керек. Мына ісің дұрыс емес, мұсылмандарды басқа дін өкілдерінен төмен санау, ол шариғатымызда өте төмен, өте нашар болған ұғымнан дейді. Ахмад айтады, мен бұның жауабын тек сұлтанға ғана айтамын дейді. Мәселе көтеріліп, әлгі Ахмад, мұсылман Ахмад деген жігітті сұлтанға алып барады. Сұлтан хал жағдайларын бәрін білгеннен кейін ол да ашуланып, сен неге бүйттің? Сонда сен мұсылмандарды басқа дін өкілдерінен төмен көріп тұрсың ба, әлде басқа дін өкілдеріне көмек беріп мұсылмандарды қинап тұрсың ба деді. Ахмад айтты, мен бұның жауабын айтам, бірақ бұның жауабы дәлелді талап етеді деді. Әлгілер ашуланып, сені ату керек, сені зынданға тастау керек, сені асу керек деп бірін-бірімен шулай бастады. Сонда да сұлтанға бұның жауабы қызық болғандықтан, ал сен не сұрайсың жауабына, шартына, не айтқың кеп тұр, қандай дәлел келтіргің кеп тұр деді. Ахмад айтады, 3 шартым бар дейді. Сол 3-еуін кезектеп орындасақ, бұның жауабы шығады деді. Бірінші шартым, сіз христиандардың діндарын, дін басын алып келіп қамап қойыңыз деді. Сосын айтқандай істеп, христиандардың дін басын алып келіп қамап қойды. Араға ұзақ уақыт салмай, христиан дінін ұстанатын діндарлар көптеп жиналып кетті. Бұл кісіні неге ұстадың? Бұл ешқандай жазығы жоқ. Бұл адамның қинағанша, бұл адамды қамағанша, бізді қама, бізді жазала деп әлгілер көбейіп шұбырып кетті. Ахмад айтты, я сұлтаным, болды, оны жібере салыңыз деді. Әлгі христиан дінін ұстанатын діндарды сұлтан босатып жібереді. Екінші шартым, яһуди дінін ұстанатын діндарды алып кеп қамаңыз деді. Сұлтан айтқанындай істеп, яһуди дінін ұстанатын діндарды алып кеп қамады. Ол да солайынан көпке ұзамай, артынан яһуди дінін ұстанатын діндарлар көбейе бастады. Бұл кісі неге ұстадыңдар? Бұл кісі өте тақуа кісі. Бұл кісі ешкімге несі зияны жоқ. Бұл кісіні қамағанша бізді қама, бұны жазалағанша бізді жазала деп көбейіп кетті. Ахмад айтты, я сұлтаным, болды, бұл шартым да орындалды, жібере салыңыз деді. Енді қалғаны 3-ші шарт еді. Сұлтан сұрады, 3-ші шартың қандай деді? 3-ші шартым, жұма күні
жұма намазының құтпасын оқып тұрған имамды алып кеп қамаңыз деді. Сұлтан бұған да көнді. Уақыт келіп, жұма күні жұма құтпасын оқып тұрған имамды құтпа оқып тұрған жерінен алып кеп қамап тастады. Ешкім сөйлемеді, ешкім қимылдамады, ешкім таң қалмады. Имам келіп жатты, арадан күндер өтті, апталар өтті. Сол кезде Ахмад сұлтанға кіріп, «Я сұлтаным, болды, имамды да жібере саңыз» деді. Жауабым шықты деді. Бәрі таң қалып, не жауап деп күткен кезінде сыртқа шығып қараса, ендігі қала ішінде мұсылмандар арасында имам анандай еді, мен білген едім бұл имамның жүрісінің дұрыс емес екендігін, негізі бұмен жүрмеу керек еді, бұған ілеспеу керек еді деп, әлгі қамалған имамның атынан жаман-жаман сөздерді айтып жатқан еді. Сонда сұлтан бұл нәрсеге куә болып, «Е Ахмад, сен дұрыс айтасың, бұл кісілерге су емес, бәлкім бұл мұсылмандарға ауаның өзі харам болады» деген екен. Яғни бұл оқиғадан біздің түсінетін нәрсеміз не нәрсе? Бұл оқиғадан түсінетініміз, біз мұсылмандарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипаттаған кезінде мұсылмандар олар кәл-бүниян деген еді. Олар үй тәріздес деді. Қолын, екі қолын былайнан бір-бірінен есеп айқастырып көрсетті. Осылы олар үй тәріздес деді, бірін-бірін қуаттап тұратын деді. Екінші бір хадисте келеді, мұсылман адам бір дене секілді деді. Егер біреуінің бір жері, бір денесінің бір жері ауырат, қызарат, ыстығы шығып, ауру сезілетін болса, онда дененің барлық жері ауырат деді. Сол секілді мұсылмандар пайғамбарымыздың жолында жүретін мұсылман болсақ, онда біз бір-бірімізге мейірімділік қылып, бір-бірімізге кешірімділік қылып, әрқашанда бір-бірімізбен жақсы мәміледе болуымыз керек еді. Ал қазіргі кезде әсте басқаша, мұсылмандардың арасында іріткі түсіп жатса, басқа мұсылман сол іріткіге ілініп, «Я, мен білемін ол кісіні, ол анандай, ол мынандай» деп, сол іріткіге іріп, ол да сол мұсылман бауырының атынан ғайбат айтып, өсектей бастайды. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен емес, бәлкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұндай нәммәмдар, бұлар нелер деді? Тозақтың отында деп сипаттаған еді. Нәммәм, яғни өсек тасушылар. Сондықтан да құрметті бауырлар, құрметті оқырман тыңдармандар, біз мұсылман екенбіз, пайғамбардың жолын ұстансақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін ұстансақ, ешқашан біз бірін-бірімізге жамандық ойламаймыз. Шариғатымызда да хусни зон, бауырың, мұсылман бауырың үшін сен 70 үзір ізде. 70 үзірге де не қылып тұрса, 70 үзірге де әлгі адамның қателігі шығып тұрса, онда мен білмейтін тағы да бір үзірі бар шығар деп, ол мұсылман бауырың үшін жақсы ойлап қойғын деген. Сондықтан да құрметті бауырлар, әрқашанда біз мұсылмандар бір-біріміз үшін жақсылықта, бір-біріміз үшін әрқашан кешірім тілеуде болайық. Ва ахир дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.